Киви қандай ауруларды емдейді? Киви экзотикалық жеміс, денсаулыққа пайдасы өте зор. Соңғы жылдар дүкен сөрелерінде экзотикалық жемістер көбейіп келеді. Солардың бірі киви. Бүгін мен сіздерге кивидің пайдасы және де денсаулыққа әсері туралы, емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Сіздермен ләззат, каналыма қош келдіңіздер. Сондай-ақ менің арнамда лимонның, пияздың және де лавр жапырағының емдік қасиеті туралы айтылған. Каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Кивидің негізгі отаны Қытай болып табылады. Кивидің денсаулыққа пайдасы өте зор. Диетологтар кивиді керемет жеміс деп атайды. Кивидің құрамында дәрумендер мен минералдар көп. Және де С дәруменіне өте бай. Суық тиген кезде кивиді қолдансаңыз болады. Кивидің құрамындағы калий, фолий қышқылы және де Е дәрумені, целлюлоза, заксантин, лютеин, магний, мыс, фосфор көптеп кездеседі. Кивиді қабығымен жеп көргендер бар ма? Негізі болады екен. Киви асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап зарарсыздандырады екен. Кивиді қабығымен жеген кезде қабығын жақсылап жуу керек. Киви аса сезімтал тілдерді олдырып жіберуі мүмкін. 5 жасқа дейінгі балаларға бермеуге кеңес береді, себебі аллергия тудыруы мүмкін. Кивидің нәзік жандылар үшін емдік қасиеті орасан зор. Шаштың ерте ағартуынан сақтап, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ересек адамдарда қан қысымын реттеп, холестеринді азайту үшін кивиді жеуге болады. Кивидің құрамында С дәрумені көп болғандықтан денсаулыққа өте пайдалы. Кивиден бет терісін жақсартуға арналған маска жасайды. Кивидің басқа жемістерден артықшылығы, кивиді консервіленген кезде ешқашанда бұзылмайды. Киви Е дәруменіне өте бай. Кивиді жеп және де косметика ретінде пайдаланған дұрыс. Кивиді шаршағанда, диабет кезінде, атеросклерозда, күйзелісте қолданған дұрыс. Кивиді пайдаланған кезде киви инфекцияның таралуын азайтып, иммундық жүйені нығайтып, қан тамыр ауруларын болдырмайды, қатерлі ісіктің алдын алады. Ас қорыту және жүрек қан тамыр жүйесіне өте пайдалы болып келеді, ұйқыны реттейді. Достар, мен айтқан ақпарат пайдалы деп тапсаңыз, өзіңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.